Баршаңызға сәлем достар. Ірімшіктен жасалынатын сірнекеді жасап үйренеміз. Мен ірімшікті өзіміздің отандық өнімді пайдаланамын. Ірімшігімізді марлыға салып, қатты сығып аламыз, құрғатып аламыз. Мінекей достар, біздің ірімшігіміз өте қатты құрғақ болуы қажет. Өйткені сірнекеміз өте дәмді және биіктеу болып, әдемі болып піседі. Ал достар, осы ірімшігімізді мен қолда жақсылап тұрып езіп аламын. Ал енді ірімшігімізге 2 ас қасық манка кашасын саламыз және де 1 ас қасық қантты саламыз. Сосын 1 дана жұмыртқаны салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Содан кейін достар, мен ұнның орнына 2 ас қасық манна кашасын салдым. Өйткені біріншіден әдемі болып піседі, екіншіден өте жеңіл, жақсы желінетін болады. Мінекей достар, біздің сірнекеміз осылай болып шықты. Енді ұнымызды кішкене себелеп, жабыс қалмас үшін осындай сірнекемізді алып, мынандай формаға салып, бір формулаға келтіріп аламыз. Ал достар, қызып тұрған табамызға сармайымызды салып, орташа отта сірнекемізді пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің сірнекеміз пісті, өте әдемі болып пісті. Және де осы рецепті алып дайындап көріңіздер, өте жеңіл әрі желімтал болып келеді. Ас болсын достар.